Баяғыда бір адамның үш арманы болыпты. Жалақысы көп, жұмысым, сұлу әйелім және әлемге танымал адам болсам деген. Бір күні ол адам ірі компанияға жұмысқа шақырылыпты. Сұхбаттасуға келе жатады. Күн аяз, жер тайғақ, асығып келе жатқанда алдында кетіп бара жатқан егде жас адамның тайып құлағанын көреді. Мас шығар деп ойлайды да жанына өтіп кетеді. Сұхбаттасуға кешікпей келеді, бірақ бір сәтсіз болып армандаған қызметке қол жеткізе алмай қалады. Бірде кешкі қаланы серуендеп жүріп, көше әртістерінің қойылымына тап болады. Көрермен көп емес, бірақ қойылым өте көңілді, қызықты өтеді. Көргендер дән риза, ду қол шапалақтап аямайды. Үйді-үйлеріне кете бастаған кезде мұның иығына біреу тартады. Қараса, жаңа қойылымда кемпір болып ойнаған әртіс екен. Ол қойылым ұнамағанын сұрастыра бастайды. Бірақ бұл адам әңгімелескісі келмей, қашқақтап тезірек кетіп қалады. Тағы бір жаңбырлы кеште досының туған күніне қайтып келе жатады. Қатты шаршағаны соншалық ыстық суға жуынып, тезірек жатып ұйықтасам деген ойға ғана болады. Осы адамның үйінің алдындағы сәкіде бір әйел жылап отыр екен. Қолшатырда да жоқ, қараңғы түнде жалғыз өзі. Үйіне беттеген адамды көріп көмек сұрайды. Отбасында қиындық болған екен. Оған қайғы-мұңды бөлісер бір адам керегін айтады. Адам ойланып қалады. Бірақ жылы төсек пен ыстық суға түсем деген ой жеңіп кетеді. Әйелге назар салмастан үйге кіріп кетті. Сол адам өмірден бақытсыз болып өтіпті. Ақыры өледі. 7 қат көкке жеткен соң адам жебірлей періштені кезіктіреді. Екеуі аспандағы теңшекке отырып әңгімелеседі. Ешкімге керексіз, сұрықсыз өмір сүрдім. 3 арманым болған еді. Біреуі де орындалмады. Әттең деп өкінеді. Солай ма, досым-ау, сен бақытты болу үшін мен бәрін істедім ғой. 3 арманыңа да жол салдым. Мүмкіндік бердім. Саған тек көзіңді, қолың, жүрегіңді ашу керек еді. Қайтып, қашан? Деп таңданады. Аязды күні құлап қалған адам есіңде ме? Ол сені сұхбаттасуға бара жатқан ірі компанияның иесі еді. Сен қолыңды созып, көмек қолын көрсетсең, мәселеңнің бәрі шешіліп тұр еді. Әртіс кемпір ше? Кемпір болып киінген сұлу әрі жас қыз еді. Сен көріп, бір көргеннен ғашық болды. Келіншектердің жарқын еді. Балашаға ескірмейтін махаббат. Сен тек көзіңді ашып қарасаң жеткілікті болар еді. Жаңбырлы түні жылаған әйел ше? Ол жаңбырдан емес, көз жасынан малмандай су болды. Жалғыз өзі сені күтіп отырды. Оны мұның тыңдайтын, қайғысын естісең, жаның демеу болар. 1-2 ауыз сөз айтсаң, жүрегімен өзгенің қиындығын сезе білсең, сол да жеткілікті еді. Ол әйел талантты жазушы еді. Үйінде бір қиындық болып, соның салдарынан көше кезіп кеткен бір ауыр сәтте тұрған. Сен жүрегіңді ашсаң, ол сені тура кітап жазар еді. 3 арманың орындалар еді. Сен мен берген мүмкіндіктерге бейтарап болдың, сондықтан бақыт саған келмеді. Адам қатты күрсінеді. Екеуі айлы соқпаққа түсіп, жұлдызды кеңістікке сіңіп кете барады. Ал сіз мына әлемде не берді? Бақытты бейтараптарды құпты екенді ұмытпағайсыз.